Ең қызығы не екенін білесіз бе? Көптеген әйелдер айна алдында сағаттап отырып, мінсіз киімді таңдап, шашын жасап, ерін далабын таңдайды. Ал осы уақытта ер адамдар мүлде басқа нәрсені байқайды. Әрі оны сіз бір сөз айтпай тұрып, сіздің атыңызды білмей тұрып, сіздің көйлегіңізді қарап, үлгермей тұрып ақ байқайды. Бүгін мен сіздерге ер адамдар бірден, секундтар ішінде байқап қоятын 3 нәрсе туралы айтамын. Және бұл сіздің дене бітіміңізге, немесе шашыңыздың түсіне мүлде қатысы жоқ. Бұл әлде қайда қызығырақ, өйткені әңгіме сіз әр секунд сайын байқамай таратып тұрған вербалды емес сигналдар туралы. Сіздің денеңіз сіздің атыңыздан, кез келген сөзден қатты сөйлейді. Ал ер адамның миы бұл сигналдарды автоматты түрде ежелгі инстинкт деңгейінде ұстап алады. Нақты не екенін білгіңіз келе ме? Екінші тармақ. Сізді міндетті түрде таңғалдырады. Ол соншалықты нәзік, көп адам оның бар екенін де білмейді. Сонымен бірінші, ер адамдар сізден бірден байқайтын нәрсе. Бұл сіздің әлеуметтік энергияңыз. Және, мен түсінемін, бұл йога мен чакра туралы кітаптағыда естіледі. Бірақ шын мәнінде бұл таза ғылым. Әр адамның көзге көрінбейтін өз Wi-Fi сигналы бар деп елестетіңіз. Оны көзбен көре алмайсыз, бірақ ол үнемі кеңістікке бір нәрсе таратып тұрады. Кейбір адамдарда бұл сигнал қуатты, ашық, жылы, оған қосылғың келеді. Ал кейбірінде әуежайдағы күмәнді, ашық Wi-Fi сияқты. Одан аулақ жүрген дұрыс, вирус жұқтырып алмас үшін, ер адам саналы түрде оның энергиясы. Қызық, сенімділік пен жұмсақтық теңгерімі бар деп ойламайды. Жоқ, бәрі инстинкт деңгейінде, секундтың үлесінде болады. Оның миы автоматты түрде 3 нәрсені сканерлейді. Сіз қалай қозғаласыз? Кеңістікті қалай иеленесіз? Және ең маңыздысы, айналаңыздағы адамдар сізге қалай жауап береді? Бұл әлеуметтік дәлел деп аталады. Және ол мінсіз жұмыс істейді. Егер сіздің айналаңызда адамдар күліп, сізге тартылып, сіздің энергияңыздан қуат алатындай болса, оның подсознаниесі сізге бірден жоғары әлеуметтік статус береді. Сіз автоматты түрде қызық боласыз. Ал егер сіз бұрышта телефон ұстап жалғыз тұрсаңыз, сіз қаншалықты әдемі болсаңыз да, оның миы сізді жақындамаған дұрыс деп белгілеп қояды. Және бұл, ол сіздің не кигеніңізді байқамай тұрбақ болады. Бұл механизм қайдан шыққан? Ежелгі уақыттан ер адамдар серігін тек әдемі болғаны үшін емес, оны қауым бағалай ма деген қағидамен таңдаған. Өйткені қоғам құрметтейтін әйел қауіпсіз таңдау болған. Тіпті ең ұсақ детальдар маңызды. Сіз қалай күліп басыңызды еңкейтесіз? Адамдар сізге сөйлескенде қалай бұрылады? Сіздің ашық позаңыз, қолдарыңыз айқаспау, иықтарыңыз қысылмауы. Сіздің көзқарасыңызда қорғаныс жоқтығы. Осының бәрі ер адам физикалық түрде сезетін аураға айналады. Ол сөзбен түсіндіре алмайды, бірақ сезеді. Бұл әйелде бірдеңе бар. Және міндетті түрде бөлмедегі ең дауысты, ең белсенді болу қажет емес. Кейде тыныш сенімділік, кез келген флирттен де күшті тартады. Достармен отырып, шынайы күліп, ешкімге әсер қалдыруға тырыспайтын әйел табиғи түрде магниттік энергия таратады. Ең бастысы, ер адамдар алдымен сіздің сыртқы детальдарыңызды емес, сіздің шығаратын вибрацияңызды сезеді. Егер бұл вибрация магниттік болса, егер сізден жылулық пен жеңілдік сезілсе, оның басында бірден тумблер қосылады. Танысқым келеді. Жақындау керек. Енді екіншіге өтейік, бұл шынымен таңғаларлық. Ер адамдар сіздің мақұлдау микромимикаларыңызды бірден оқиды. Бұл адам миына орнатылған өтірік детектор сияқты. Ол сіздің киіміңізді, дене бітіміңізді, шашыңызды, макияжыңызды бағаламай тұрып, оның подсознаниесі сіздің бетіңізді миллисекунд ішінде сканерлеп, толық есеп шығарып үлгереді. Микромимика бұл 1 секундтан да аз уақытқа созылатын кішкентай эмоция жарқылы. Оны саналы түрде бақылау мүмкін емес. Олар автоматты түрде пайда болады. Жан дүниеңіздің қалқып шығатын хабарламалары сияқты. Дәл солар сіздің шынайы қатынасыңызды көрсетеді. Оларды қолдан жасау мүмкін емес. Күлімсіреуді жаттықтыруға, позаны қайталауға болады. Бірақ микромимика кез келген маскадан өтіп кетеді. Олар шынайы қатал. Шынайы ер адамдар бұл сигналдарды инстинктивті түрде ұстайды. Оның подсознаниесі сіз ашықсыз ба, жабықсыз ба, жылысыз ба, суықсыз ба, қызығасыз ба, бейтарапсыз ба, бірден анықтайды. Бұл эволюциялық механизм.
Ежелгі заманда ер адам үшін бір нәрсені түсіну маңызды болды. Мені қабылдай ма, әлде қуып жібере ме? Мен қауіпсізмін бе, әлде қауіпті жерде тұрмын ба? Жауап әрқашан әйелдің жүзінде жазылған. Кез келген сөзден бұрын пайда болған тілде. Мысалы, көздегі қызығушылық, жарқылы қарашықтар сәл кеңейеді. Миллиметр ғана, бірақ бұл оның миына жасыл сигнал беру үшін жеткілікті. Мен қызықпын, байланыс мүмкін. Немесе жартылай күлімсіреу. Бұл Инстаграм үшін жасалған емес. Шынайы, кішкентай, еріксіз ерін бұрышының көтерілуі. Бұл сен менің назарымды аудардың, жалғастыр деген белгі. Немесе қастың жеңіл көтерілуі. Бір сәттік қозғалыс. Бірақ бұл оның подсознаниесіне ол мені байқады, мен бармын дегенді білдіреді. Ал қарсы сигналдар да бар. Қауіпті. Кішкентай дем шығару, еріннің қысылуы, жоғардан төмен қарау, көзді сығырайту. Және бәрі оның миына бірден қызыл сигнал береді. Тоқта, жақындама, қауіпті аймақ. Жақындау немесе жақындамау шешімі секундтың үлесінде қабылданады. Сіз туш ағып кетпеді ме деп уайымдап тұрғанда, оның ежелгі инстинкті бәрін шешіп қойған. Кафедегі жағдайды елестетіңіз. Сіз ер адаммен көз түйістірдіңіз. Бұл жарты секунд қана. Сіз сәл көзді сығырайттыңыз, жарыққа байланысты. Бірақ оның миы үшін бұл тұтас хабарлама. Ол мұны қызығушылық деп те, күдік деп те қабылдай алады. Осы микроскопиялық айырмашылық оның жақындайтынын немесе жақындамайтынын шешеді. Ең қызығы бұл микромимикалар әмбебап. Токио, Париж, Нью-Йорк, Мәскеуде бірдей оқылады. Бұл кез келген тілден бұрын пайда болған адамзаттық тіл. Сондықтан айна алдында жаттығу көмектеспейді. Дұрыс күлімсіреуді немесе дұрыс қарауды үйрену мүмкін емес. Тек бір нәрсе жұмыс істейді. Шынайылық. Сіз шынымен ашық болсаңыз, босаңсыған болсаңыз, көңіл күйіңіз жақсы болса, бетіңіз өзі дұрыс тарихты айтып береді. Және үшінші, ең сиқырлысы, ер адамдар сіздің ішкі үйлесімділігіңізді бірден сезеді. Және көп әйел бұл сигналды үнемі таратып жүргенін білмейді. Бұл нені білдіреді? Ер адамның подсознаниесі сіз көрсетіп тұрған нәрсемен ішкі сезіміңіз сәйкес келе ме, соны тексереді. Біздің миымыз сәйкессіздікті өте тез байқайды. Күлімсіреу бар, бірақ көзде жылу жоқ. Күлкі бар, бірақ жасанды. Дене түзу, бірақ саусақтар мазасыз қозғалып тұр. Сөз бір нәрсе айтады, ал дене басқа нәрсе көрсетеді. Мұның бәрі бірден бір нәрсе дұрыс емес деген сигнал ретінде тіркеледі. Ер адам оны сөзбен түсіндіре алмаса да сезеді. Бұл да эволюция. Өз ішінде үйлесімі жоқ адам қауіпті болуы мүмкін. Ал ішкі және сыртқы толық сәйкес келгенде бәрі гармония сияқты сезіледі. Барлық нота орнында тұрған музыка секілді. Бұл классикалық сексуалдылық туралы емес, бұл шынайылық туралы. Екі әйелді елестетіңіз. Біріншісі қымбат, әдемі көйлек, мінсіз, шаш, кәсіби макияж. Бірақ ол қысылған, үнемі өзін тексереді, жасанды күледі, қозғалыстары жатталған. Екіншісі қарапайым киімде, аз макияж, бірақ еркін қозғалады, шынайы күледі, өзін бақыламайды, тек сәтпен өмір сүреді. Ер адам кімде қалады? Әрине, өзімен болған әйелде. Парадокс. Неғұрлым сіз ұнауға тырыссаңыз, соғұрлым кернеу пайда болады. Ал бұл сезіледі. Бұл сіздің шынайы бейнеңіз бен көрсеткіңіз келген бейнеңіздің арасындағы диссонанс. Ал сіз жай ғана өзіңіз болғанда, бәрі орнына келеді. Энергияңыз темеседі, микромимика шынайы болады. Ішкі үйлесім өзінен өзі пайда болады. Соны есте сақтаңыз. Ер адамдар сіз ойлағаннан да көп нәрсені байқайды. Олар сіздің макияжыңыздың мінсіздігін емес, сіздің энергияңызды, микромимикаңызды, ішкі тұтастығыңызды көреді. Олар сіздің көрсеткіңіз келгендік емес, шын мәнінде кім екеніңізді оқиды. Ал мұны түсінген әйел роль ойнауды тоқтатып, өзімен өмір сүре бастағанда, ол тек бір кешке қызық болмайды. Ол ұзақ уақыт есте қалады. Күй сияқты қайта оралғың келетін сезім сияқты. Өйткені шынайылық әрқашан жасандылықты жеңеді. Әрқашан ешбір ерекшеліксіз.